Айнаш жасы 20-да, педучилищені бітіріп, жолдамамен ауылға балабақшаға тәрбиеші боп кірді. Ауылға жаңадан келген қызды бос қойсын ба? Бойдақтардың көзі түсіп, ақыры 22 жастағы Мержан алып қашып үйленді. Екеуі де әлі жас болғасын, отбасы ұғымының мәніне бара қоймады. Ауылда не оңды жұмыс болсын, Мержан да оқуын бітіріп, дипломына сай жұмыста болмай, екі қолға бір күрек табылар деп жататын. Уақыт өте, келіншегі Айнашты бет алды, қызғана бастады. Айнаш келе сала, аяғы ауырлап, жүктіліктің 6-шы айында еді. Жұмыстан неге кеш қайттың деп ашуланған Мержан алғаш рет қол көтерді. Айнаш көзіне іркілген жасты кері қайтарып, көгеріп сазарды да киім-кешегін жинап, төркініне тайып тұрды. Қарны білінген қызын көріп шошыған шешесі Мамық: «Ойбай, не бетіңмен келдің? Әкең білсе, өлтірет мені. Бір шапалақтан өлмессің. Мен жас күнімде әкеңнің ұрмайтын күні болмайтын, сендер үшін деп бәріне шыдап. Қазір жеңдім міне. Сен де кері қайт. Балаңды туғасын, ақыл кірет. Мержанға өзің бірдеңе деген шығарсың. Мінезің көкбет сенің, білем ғой» деп ақылын айтты. «Кетіп қалдым, не деп барам? Қойыңызшы осы. Қызғанып күнде миымды құрт құсап ызыңдап жей беретін аздай, енді ұруды шығарыпты. Көрсетем оған» деп кіжінген Айнаш жатып қалды. Ертесіне таң атпай Мержан келіп, қайнатасы Өміржанмен сыртта шүйіркелесіп тұр екен. Ұрғанын айтпаған сияқты. Өміржан күйеу баласына жымиып, арқасынан қағып қойып: «Әйелін қызғанбаған еркек доңызбен тең» деп қайырды. Әке шешесінің рұқсатын алып, бір шай ішіп, Айнашты алып кетті. Келе жатып кешірім сұрады. Баласы үшін Айнаш кешірім берді. Әп-әдемі боп, Мержан 2 апта жүрді де тағы бұзыла бастады. Өзінің жұмыс іздеп таппағанына жыны келеді. Оның үстіне өзі сияқты жұмыссыз достары жиылып, кешке 100 грамдатып отырады. Сондай отырыстың бірінде көршісі Камал: «Әйелің асыраған қалай екен?» деп мырс етіп еді. Ашулы Мержан Камалдың делдеген тұмсығынан бір қойып қалды да, қалған соққыларын әйеліне беру үшін үйіне асықты. Алдынан алаңсыз шыққан 7 айлық жүкті Айнаштың ішінен бір соқты. Жерге ішін ұстап құлаған әйелін теуіп далаға шығып кетті. Баласының ұратынан білетін әке шешесі ұлын қарғап сілеп, Айнашты төсегіне жатқызды. Іші бір бауырып, жаны көзіне көрінгесін жедел жәрдем шақырып, роддомға кетті. Бала мен ана өміріне қауіп төніп тұр деп, дәрігерлер толғақ шақыратын укол салып, Айнашты уақытынан бұрын босандырып алды. Өкпесі толық жетілмеген деп, қызы бірнеше күн аппаратта жатты. Мержан ештеңе болмағандай күнде ауруханаға тамақ әкеп тұрса да, Айнаш қайрылмады. «Үстіңнен арыз жазып, түрмеге түскің келмесе, кет көзіме көрінбей» деді. Ауруханадан шыққанда өзін күтіп тұрған қайын жұртына баланы көргізбестен ағасының көлігіне отырып төркініне келді. Қызын ұрғанынан хабардар әкесі мен шешесі Айнаш пен қызын жылы құшақ ашып қарсы алды. Сол қызы мен боламын, есімім Динара. Айнаш арыз жазып, күйеуі, яғни биологиялық әкем Мержанмен сот жүзінде ажырасты. Мені 6 айыма дейін емізіп, үйде болды. Сосын Жезқазғанға кетіп, жұмысқа тұрамын деді. Жасы сол кезде небәрі 22 екен. Нағаш атам Өміржан маған әбден бауыр басып қалған, содан Айнашқа мені қалдырып кетуін сұрады. Нағашы әжем Мамықта: «Қайтесің, әлі жассың. Өз өміріңді жаңа парақтан баста» деп көндіріп, мені ата жеме тастап, өзі қалаға кетті. Бірге толғанымда әкем Мержан мені көруге келіпті. Бірақ 1 жыл бойы алимент төлемеген екен. Содан шешесінің рұқсатынсыз көрсетпеймін деп көрсетпей қойыпты нағашы атам.
Кейін Айнаш қайтып, баладан бас тарту қағазын немесе сенімхат арқылы ма білмедім. Метіркемдегі анасы деген жерге нағашы әжем Мамықтың аты, әкесі деген жерде нағашы атам Өміржанның есімі тұрды. Ол қалай болды десеңіз, бірден асқан кезімде нағашы атам Өміржан қасына сот орындаушысын ертіп, Мейіржанды іздеп үйіне барады. Барса, өлесі мас екен. Атам құлыққа салып, оңашада сөйлесіп, 1 жыл бойындағы алименттің ешқайсысы керек емес, әкеліктен бас тартам деген қағазға қол қойып берсең болды, деген екен. Сонда әкесім-ақ бір бөтелке арақ сұрапты. Жақын жердегі дүкеннен арағын беріп, қолын қойдырып алыпты. Содан бері Айнаш өз өмірінің ағысымен жүре берді. Мен ес білгелі нағашы ата-әжемді өзімнің туған әке-шешем деп ойлап, мама, папа деп өстім. Арасында неге менің атанам кәрі деп те ойлап қоятыным бар. Айнашты Айнаш деп атаймын. Ол мерекелерде келіп кетеді. Маған тәттілерін, киімдерін әкеп береді. Мәз боламын. Айнаш үйге келген кезде менде бір түрлі сезім оянатын. Қайтып кетсе сағынып, үйде киген көйлегін құшақтап, иіскеп, жылап ұйықтап қалатынмын. Сол кезде-ақ бала жүрегім оның туған шешем екенін сезген болар. Мектепке де бардым. Сабақты үздік оқыдым. Әкем Өміржан күнделігімдегі бестіктерді көріп мақтанып, қол қоятын, маңдайымнан иіскеп, мұрнымнан сүйетін. Ата-аналар жиналысына да қалмай барып, мектепте құрмет тақтасында әкем екеуміздің суретіміз ілініп тұратын. 7-ші сыныпта оқып жүргенімде, сыныпта тек мен ғана үздік болып, әкем екеуміздің суретіміз баттайып мектептің төрінде ілулі тұрды. Күнде көріп, сүйсініп өтетін әдетіммен қарап тұр едім. Жаныма сыныптасым Арунас келіп, «Динара, мына сенің атаң ба?» деді. «Жоқ, туған әкем ғой» деп бірдеңе дәлелдегім келгендей, «Куәлікте де Өміржан қызы деп тұр» деп қойдым. «Түрі кәрі ғой. Мамам айтқан, сені араққа ауыстырып сатып алған деді. Папаң алқаш болған екен ғой» деді. Ішім ызаға булығып, барлығы мені мазақтайтындай бетімді жауып алып, үйге кері қайтып кеттім. Мен араққа айырбасталғанмын деген дауыс ішімде қайталана берді. Диванға теріс бұрылып сол жатқаннан тамақта, шәй да ішпей бір күн жаттым. Мені еркелетіп, бағып өсірген әке-шешемнен сұрайын десем дәтім бармады. Олардың көңіліне қаяу салуға қорықтым. Шифонерден ескі альбомды тауып ақтарып отырып, Мейіржан деген әкесімағымның Айнашпен түскен фотоларын тауып қалдым. Мұртты кісі екен. Түк жүрегімде сезім не жылулық пайда болмады. Мейіржан тұрған жерді бүкіл альбомнан фломастермен бетін бояп тастадым. Ол аз болғандай қайшымен бөліп қиып тастадым. Осылай күндер сырғи берді. Бір күні Мамық анам жүр деп қолымнан сүйреп үйге апарып, жатын бөлмеге кіргізіп, осында отыр, шықпа деп есікті жауып кетті. Бұл жағдайды кейін мектеп бітіргенімде айтып берді. Мейіржан мені көрем деп іздеп келген екен, көрсетпей үйде жоқ деп қайтарып жіберіпті. Екінші әйел алыпты, одан бір қызы бар екен де, анам айтты. Айнаш жезқазғанда жүріп, өзі сияқты тағдырлас, ажырасқан еркекпен танысып, отау құрды. Тұрмысқа шығар алдында маған келіп, мен күйеуге шықсам, рұқсат бересің ба деді. Ол кезде мен 13 дедім. Не деймін? Я, шыға бер дедім. Жүрегім жақын тартса да, мейірін сезіп өспегесін шығар, анам деп мойындамайтынмын. Мектеп бітіргесін Мамық анам Айнаштың қолына барып тұра ғой, сол жақта оқуыңды оқып бітірерсің деп Жезқазғанға жіберді. Айнаш ұрса беретін. Жер жебірмей жетіп, ұрып та алатын. Мен жылап, бәрін анам айтып беріп, қайтам дегенмен, оқуым осы қалада басқа тұрар жерім жоқ болғасын, үйренсе бастадым. Қала ортасында 2 бөлмелі времянканы жалдап тұрады екен.
Айнаш садикте жарты ставкамен тәрбиеші екен. Айлығы мардымсыз. Пәтер ақы, тамақ, жол пұл бар дегендей. Ақша бір жерден жұмсалсын деп, менің 9.000 теңге стипендиямды өз алатын болды. Жолақыма күнделікті 100 теңге беретін. Кейде жаяу барып келіп те жүрдім. Екінші күйеуі Нұрбек ақкөңіл, бірақ ішімдікке құмар болды. Тұрақты жұмысы жоқ. Сварщик болып, объем алып жұмыс істеп, ақшасын ішіп таусып келетін. Темекім таусылды десе, күнде Айнаш бір қорап темекі әкеп беретін. Маған жолақы бермей, күйеуіне темекі алғанына ашуландым. Ренжіп, Айнашқа айтсам, шамалы шыдаш, әлі жақсы өмір сүреміз, өз үйіміз болады дейтін. Алқаш күйеуді қайдан тапты деп іштей жыным келетін. Бір күні өзім сабақтан шаршап, әрі 1 сағат жаяу жүріп, қақаған қыста үйге кеш келдім. Тамақ шай ішіп алдым да, сабақ оқиын десем, жездем Нұрбек ішіп алған. Миды ашытып, лекция оқып отыр. Дауысы барқырап, миыма тыныштық берер емес. Я деп қоямын, тыңдаған адам ұқсап. Шамалдан соң тәрбие жайлы әңгіме бастап, мені әке тәрбиесін алмаған тәрбиесізсің дейді. Бұған шыдай алмаған мен, сен кімсің? Арақ ішіп алып, маған тәрбие жайлы айтатын. Әке шешем мені тәрбиелеп өсірді, сенен тәрбиелімін деп айғайға салып, дорожный сумкама киімдерімді жинай бастадым. Сағат түнгі 12-лер шамасы еді. Айнаш екі оттың ортасында қалғандай шарасыз болды. Қой, Динара, қой, ашуланба. Маспен мас боласың ба? Сен қоя қойсай, дейді. Осы шыдағаным жетер. Осы үйден я мен кетем, я жезде кетсін, деп ауыр таңдау қалдырдым. Я кетпе, ертең азанда шешейік. Қазір түн болды, ұйықтап демалайықшы, деді. Сонымен жылап жатып, ұйықтап қалдым. Азанда сабаққа ерте кетіп қалдым. Прихошканың алдына барып келуме деп 100 теңге қойыпты. Алып кеттім. Сабақтан соң үйге келсем, жезде жоқ. Кешке де, ертеңіне де келмеді. Шифонерде киімдерін ала кетіпті. Кеткеніне қатты қуандым. Айнашқа қайда деп те сұрамадым, ол да айтпады. Осымен бұл әңгіме жабылды. Оқу бітірдім. Жұмысқа тұрдым. Құжаттарды ақтарып отырып, Айнаш пен Нұрбектің жеке куәлігін көріп қалдым да, әлі ажыраспағансыз ба деп сұрап едім. Қайта ажырасты деген атқа қалғым келмейді, деді. Қартайған кезінде келем десе, қабылдаймын, деді. Мен үндемедім. Жас мамандарға арналған бағдарлама бойынша ипотекаға 3 бөлмелі пәтер алдым. Айнаштың қуанышында шек жоқ. Үйлі болдым, жұмыстағыларға үйімді көрсетуге ұялатын едім бұрын, деп қазіргі күніне шүкір етті. Бұрынғыда емес, жағдайымыз оңалды. Ауылға демалыстарда арасында әке шешеме барып тұрдым. Бір күні телефоныма белгісіз нөмір қоңырау шалды. Көтерсем, алло, қызым, мен ғой папаң Мейіржан, менімен сөйлесші. Мамаң екеуміз жас болып, сенің жағдайыңды ойламай, қара басымызды ойлаппыз, кездесіп сөйлесейікші, дейді. Сөйлесетін ештеңе жоқ, менің жалғыз әкем бар, ол Өміржан, дедім де тұтқаны қойып қойдым. Қайта әртүрлі нөмірлермен звондай бергесін блоктап тастадым. WhatsApp'тан хабарлама жазды бір кезде. Авасына кішкентай қызымен түскен фотосын қойыпты. Қызының бет пішіні Дауна синдромымен ауыратындармен бірдей екен. Әйтеуір денсаулығында кінәрат бар екені көрініп тұр. Қызым, сенің бойыңда менің қаным бар. Мені жоққа шығара алмайсың. Осы кезге дейін сені іздеп барғанымда тығып қойып көрсетпеді. Мені жамандап, жек көргізіп тастаған шығар. Мен сені жақсы көремін. Кездесіп сөйлесейікші, деп жазды. Мені араққа айырбастағаныңды ұмытып қалдың ба, деп әдейі жаздым. Ол болса, мен жас болдым, ақмақ болған шығармын. Қазір болса, еш қайталамас едім соның бәрін. Өміржан оңбаған менің мас болып отырғанымды пайдаланып, әкеліктен бас тарту қағазына қол қойдырып алған. Мен сенен бас тартқаным жоқ, деді. Не болса, ол болсын.
жарты жолдан қосылып, әкеңмін десеңіз де еш сезім жоқ. Мен адам болған кезде керек болып қалыппын ғой сізге. Енді хабарласпаңыз деп жаздым. Ол: Динара, қызым, сен жалғыз емессің. Сенің бауырың бар, сіңілің бар. Шешелерің бөлек болса да, әкелерің менмін. Қазір ол кішкентай. Мен ракпын, жақында өлемін. Сол кезде бауырыңды өз қамқорлығыңа ал деп жазды. Маған соны айту үшін хабарласқан екен ғой деп мен ашуланып, жазылып кетіңіз дедім де блоктап тастадым. Ешқайсысын Айнашқа да, әке-шешеме де айтпадым. Арада бірнеше жыл өтті. Қазір тұрмыстамын. Жұбайыма бар шындықты айттым. Ол түсінікпен қарады. Қайынжұрттың бір тойына күйеуім қызымды ертіп барып, ресторанда билеп жүрсек, бір әйел келіп, құшақтап маңдайымнан сүйеді. Қайынапалар шығар деп иіліп сәлем беріп едім. Иілме, сенің әкең Мейіржанның апасы боламын. Сенің тәтеңмін. Инстаграмнан фотоларыңды көріп тұрам дейді. Күйеуімді іздеп едім, анау алыстан келе жатыр екен. Сенің туған әкеңді көрін. Тойға жаңа құда жақтан келіпті. Мені тоқтатып, танысып, сенің әкең екенін айтты, деді. Қарасам, төр жақтағы столда маған қарап отыр екен. Сол бұрынғы альбомдағы суреттегі түріндей мұртты, мес қарын кісі екен. Өзімді көрсеткім келмей, мазам қашып, тойдан ерте қайтқым келді. Көргім келмеді. Ракпын деп еді, ауыратын адамға ұқсамайды түрі. Бір әкем-ау деп ішім қылп етпеді ғой. Баққан әкема, тапқан әкема деген осы болар. Өзі келуге ұялып, әпкесін жіберген түрі ғой. Қазір ойлаймын, не істегенім дұрыс. Ол менің өмірімде болмаған адам, сол күйі қалсын деп ем. Бірақ өмірден өткенде құлпытаста туған әкесінің есімі жазылу керек дейді ғой. Ертең ана өмірде шақырғанда, Өміржан қызы Динара емес, Мейіржан қызы деп шақырады дегенді оқып, жаным кейде жабырқайды. Қандай ақыл қосасыздар? Өз жақындарыма ашылуға қысыламын. Тіпті жан құрбыларым да менің ішкі құпиямды білмейді. Ішіме симағасын сіздермен бөліскім келді. Кеңестеріңіз қажет.